Балалар қазір мынандай кубикті лақтырады. Мысалы, менен 3 шықты. Бастаған оқушы 1, 2, 3 деп келді. Мына жерде мына бала қандай суретте эмоцияны көрсетіп тұр, сол эмоцияны жасау керек. Сөйтіп, егерде біздің санымыз мына ауызға келетін болса, қарама-қарсысында отырған мына балалар жаңағы бірінші бастаған адамға бір әріп айтады. Сол әріптен ол сөз құрастыру керек. Одан кейін, егер бізде сағат шығып қалатын болса, ары қарай жүре беруге болады деген сөз. Ал бізде үй шығып қалатын болса, үйге сәйкес келіп қалса, қайтадан стартқа қарай өтеді. Сөйтіп, енді көреміз, мына жерде 4 бала бар, қайсысы бірінші финишке жететінін. Хамза таста кубиктің. Неше шықты? 1. Знаешь, мына жерге бірінші неге барасың? Мынау не істеп тұр мына бала? Бума күліп тұр. Сен де кәні сондай күліпсен. Енді екінші кім бізде? Мағжан. Мағжаннан неше шықты? Сенен де 1 шықты. Кәні күлгеніңді көрсет. Ал үшінші кім? Айока? Айока. Ал. Айокадан 3 шықты. Енше 3-ке келеді Айока. 3 деген Айока? Кәні? Үшінші сана не жерден? 1, 2 деп. 1, 2, 3. Сол бала не істеп тұр? Түрі қандай болып тұр? Дұрыс. Енді Амина. Оу! 3. Амина да 3. Мағжанға не түсті? Мынандай ауыз түсті. Амина не айттың сен Мағжанға? Айтты. Ал, сөзіне қандай 5 сөз айту керек? Амина. 4 болды. Тағы да әтеш болды. Амина. Әже. Әсел. Болды. Қазір алда Хамза келе жатыр. Оған алды түсті, кәні жүр ары қарай алды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ға келдің. Анау бала қандай түр жасап тұр, кәні сенде жасауың керек. Кәні Мағжаннан 2 шыққан еді, домикке келді, значит қайтадан стартқа қайттан барады. Мағжан. Бұл ойын. Мынағада мына ауыз шықты, оған Мағжан үй деді ал. Үңнен келетін сөз мәйт болады. Ыдыс. Ырыс. Ынтымақ. Әжесі көмектесі отырған жақта. Тағы да. Одан келетін тағы. Одан келетін тағы да не? Хамза көмектесін ба? Хамзада 6 шықты, енді 6 шагыңды жүр кәні Хамза. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 ауызға келді. Хамзаға бір әріп айтында. Жоқ, тоқтар, мен айтайын. Үден келетін сөз. Элис. Үлгіш. Енді Хамза соңғысы ауызға келіп тоқтаған еді. Міне финишке жетуге жақынап қалды. Ал лақтыр Хамза. 3 болды. Жеңімпаз Хамза.